Бір күні. Кішкентай ғана дүкеннің есігіне қолмен жазылған бір жазу ілінді. Күшіктер сатылады. Ондай хабарландыру әр баланы қызықтырады. Көп ұзамай дүкен алдына бір ұл бала келіп тоқтады. «Күшіктер қанша тұрады аға?» деді ол үмітпен. $30-50 дейін, деп жауап берді сатушы. Баланың үмітсізденген үнін елестетіп. Бала қалтасын ақтарып, ұсақ тиындарын алдына төгіп жіберді. «Менде бар болғаны $2.37, деді. «Сол ақшаға тек қарап көруіме бола ма?» Сатушы жымиды. Сосын ысқырып қалды. Конурадан алдымен үлкен ит, Лейди шықты. Артынша 5 бірдей үлпілдек, ойын қуған кішкентай күшік еріп шықты. Бірақ бір күшіктің қозғалысы бөлек еді. Қалғандарынан артта қалып, ақсаңдап келе жатты. Бала дәл соны қолына алды да сұрады. «Осы күшіктің не ауруы бар?» Сатушы күрсініп. Ветеринар қарап көрді. «Аяқ буынында кемістік бар. Бұл күшіктің аяғы ешқашан толық жазылмайды. Ол өмір бойы ақсаңдайды. Мен дәл осы күшікті қалаймын». Сатушы селт етті. Көзіне жас үйіріліп. «Егер сен осыны шын қаласаң, ала ғой, тегін берем», деді. Баланың дауысы қатқыл, бірақ жүректен шыққан үнмен. «Жоқ», деді бала қатты. Ол көзін тік қаратып, ашуланған дауыспен сөйледі. «Мен тегін ала алмаймын. Бұл күшіктімде құны бар. Қалғандары қанша тұрса, бұл да сонша тұрады. Мен сізге қазір $2.37 берем. Сосын ай сайын 50 центтен төлеп отырам. Толық төлегенше тоқтамаймын». Бірақ балақай, бұл күшік сен сияқты ойнай алмайды. Жүгіре де алмайды, секіре де алмайды. Ол бірақ. Бала үнсіз еңкейіп, шалбарын түріп көрсетті. Оның сол аяғы темір-темірмен бекітілген, иілген, қисық, ақсаңдап тұратын аяқ еді. Бала мейіріммен, сабырмен. «Білесіз бе, мен де бұл күшікті жақсы түсінемін. Бізде көп ортақ нәрсе бар». Сатушы күшігін қолына алып, өзінен өзі жымиып бара жатқан баланың артынан қарап, ұзақ тұрып қалды.